Орыстардың қолжазбаларында Сарыхан туралы көп мәліметтер бар. Олардың жазуында Сарыханды олар Шарухан деп атайды. Енді өте жақсылап жазбайды Шарухан туралы. Ол туралы өте сол жамандап, оны мынау жыланға, басқа да сондай бір нәрселерге теңеп, өте зорлық, жомбылық жасайтын, бұлар варварлар, бұлар анау, мынау деп, в общем, не керек, неше түрлі жамандап өздерінің жазбаларында, қол жазбаларында жазған. Ол әрине тарихты өзгерту, оны басқа жолмен, көзқараспен айту деген сөз. Бірақ біз оларды жөндей алмаймыз. Әрине, әбден қыпшақтардың ызғары тигеннен кейін енді сондай сөздерді айтып отыру мүмкін. Әйтпесе, қыпшақтар мен орыстардың арасында кейбір уақыттарда қарым-қатынастар жақсы болды. Мынау қыз алыс бергіш деген өте көп болған. Орыстардың князьдерінің көбісі біздің қыпшақтардың күйеу балалары, не болмаса жиендері. Бірақ олар ол кезінде оған онша қараған жоқ деп айтып болады. Өйткені егер өздеріне пайдасы болатын болса, олар сатып кете беретін болды. Біздің қыпшақ бабаларымызға қарағанда олар ондайға басқаша қарады. Ал біздің бабаларымыз бір сөзінде тұратын, антында тұратын, екі сөйлеметін сондай адамдар болды. Бұл кейде сенгіш, аңқау, енді ержүрек, көбіне жаңағыдай ант берген адамдарға сенетін болды, бірақ олар сондай сөздерінен шыққан жоқ. Сарыхан 150 жылдай мұның тұқымдары хан басында тұрды. Сарыханның атасы бұл Құнан Қыпшақ, или Құлан Қыпшақ. Ал Сарыханнан тараған 150 жылға тақау оның ұрпақтары Қыпшақтардың хандары болып есептеледі. Оның інісі Сүгір, екеуі көп уақыт Қыпшақтардың басында тұрды. Солар арқылы олар орыстармен кейде жақсы қарым-қатынаста тұрды, кейде бір-бірімен сондай шабуылға шығып, қарсылық жасап, талай олардың қалаларын барып қиратып, жағып, жеріп дегендей сондай жағдайлар болып тұрды. Владимир Мономахтың өзі 19 рет Қыпшақтармен келісім-шартқа отыруға мәжбүр болды. Өйткені Қыпшақтардың сол кезіндегі әскері өте үлкен деңгейде болды. Олардың соғыс әдістері, құрал саймақтары, саймандары өте жоғары деңгейде болды деп айтуға болады. Сарыхан мен Сүгір екеуі, Сүгір інісі, екеуі екі қала салды сол кезінде. Ол қалаларға саудагерлер келтірді, көп дамыды. Орыстардың қолжазбаларында ол қалаларды жамандап, Тишуев город, Змей город дегендер әртүрлі сондай ат берген. Бірақ енді олар қолжазбаларда қалды. Шарухан деген қала, Сүгір деген қала. Сол 12 ғасырдың басында Владимир Мономах орыстардың князьдарын бірталай жинап, бір жола Қыпшақтармен есептесу үшін шабуылға дайындайды. Ақырында жаңағы екі қала қирайды, Шарухан мен Сүгір қала.
Сарыханның бұрынғы тұрған жері Еділ мен Жайықтың арасы болатын. Содан барып бұлар Дон мен Днепрдің арасына келді. Жаңа айтып кеттім, орыстың князьдерімен бұлар кейде жақсы, кейде жаман болып отыр. Соның арқасында ақырғы соғыста бұлар соған дайындалып бара жатқан уақытында Хазардың еврейлері, ол енді білесіздер, өзінің пайдасы үшін олар туған шешесіне шейін сатып беруге дайын ғой. Солар күллі бұлардың дайындығы қайда баратын түгел орыстарға айтып, князьдарына. Олар уже білет қайда тоқтайтын, қай жерге баратын. Соның арқасында түнде келіп олар шабуыл жасайды, қоршап алып Сарыхан мен Баняктың тұрған жерін. Бірақ бұлар одан құтылып шығады. Құтылып шыққанымен келесі соғыста екеуі де қаза табады, Баняк пен Сарыхан. Владимир Мономах екі қаланы жағы айтым, Сарыхан мен Сүгір қаланы екеуінде қиратады. Бірақ енді сол өзіндегі бір келіспейтін жағдайлар қазіргі жағдайға. Әкесін өлтіріп, қызын алған деген. Ол өзінің баласы Юрийге Сарыханның қызын алып береді, ал өзінің қызын Сарыханның баласы Аяпаға тұрмысқа береді. Сонымен бұл осы арадағы орыстар мен орыстың князьдері мен қыпшақтардың арасындағы осындай шайқастар бұның әрине бітпейді, бұның жалғасы бар. Бірақ осы арада айта кететін өкінішке орай ақырғы шайқаста біздің екі бабамыз Баняк хан мен Сарыхан екеуі де қаза табады. Бірақ Сарыханның артында қалған оның балалары бар, тұқымдары бар, немерелері бар деп айтуға болады. Сарыханнан кейін Артық хан болды. Артық ханның баласы Құншақ болды, или Кончак. Оның баласы Юрий Кончак. Бұл тарих ары қарай жалғаса береді. Оны енді келесі жолы айтамыз.